мен құрметті көрермендер және қатысушылар. Мен Байдушева Амина Сагидуллаевна. Батыс Қазақстан облысы, Урал қаласы, Тасқала ауданы, Сәулет мектеп-лицейі 8-А сыныбының оқушысы боламын. Мен Ақжайығым Айда-Еру мекенім қоғамдық кеңістігінің демалыс саябағының 3D макетін жасау бойынша облыстық қоғамдық байқау қатысушысымын. Жалпы демалыс саябағы дегеніміз не? Демалыс саябағы қалалық, аудандық жердегі қала аудан тұрғындарының жұмыстан, оқудан бос уақытта таза ауада тынығып, демалуына және көңіл көтеруіне арналған орын. Қазіргі кезде оқушылар мен жасөспірімдер барлығымызға белгілі футбол, баскетбол, волейбол секілді спорт түрлерімен айналысқанды ұнатады. Алайда жастарға жаңа спорт түрін игеру әрдайым қызықты. Сондықтан саябақта скейтборд алаңының болуы оқушылардың спортқа деген қызығушылығын арттырады. Адамдар өмірінің көп бөлігін жабық мекемелерде, үйлерінде өткізетіндіктен оларға таза ауа қажет. Таза ауамен тыныс алу денсаулық кепілі. Парктерде, саябақтарда адамдар отырып, кітап оқып, демалып, тынығу қажет. Сол үшін оларға көп орындықтар қажет, ыңғайлы орындықтар қажет. Адамдар тек ауаны емес, жер бетін суды ластап жатыр. Сондықтан терек отырғызып, гүл отырғызып пайдаланады. Ендеше менің SketchUp 3D модельдеу программасында жасап жатқан жұмысыма назар аударыңыздар. Мен негізін жасап алдым, және де ол негізді 4 бөлікке бөлдім. Келесі менде ағаштар мен орындықтар қойдым. Ағаштар мен өсімдіктер менің ойымша саябақтың көркін келтіріп тұрады және де негізгі элементі болып есептеледі. Содан соң менің жасаған скейтборд алаңына назар аударсаңыз болады. Скейтборд алаңы жасөспірімдер мен балалардың ойнауына арналған. Бұл жерде менде жарықтандыратын шам. Бұл жарықтандыратын шам біздерде кешкі уақытта қосылады және де біздерге көп көмегін тигізеді. Бұл жерде бізде адамдардың отырып демалуына арналған орындық. Бұл орындық өте әдемі деп есептеймін, себебі бұл жаңаша жасалынған. Келесі менде гүл. Бұл гүл менің ойымша әсемдеп тұрады. Келесі бұл жерде менде барлық саябақта скейтборд алаңы, орындықтар, велосипед қоятын орын және ортада фонтан, әртүрлі жарықтандыратын құрылғылар, ағаштар және де кішкентай балаларға арналған ойын ойнайтын орын. Және де урналар жасадым, себебі тазалықты сақтап отыру қажет.